Менің балалық шағымның суреттері киноның кадрына ұқсайды. Құрметті оқырман, бір ел, бір кітап 2024 республикалық акция бойынша қазақ прозасына өзгеше өрнек, ғажайып сыр сипат әкелген көрнекті қазақ жазушысы, балалар әдебиетінің бәйтерегі Бердібек Ыдырысұлы Соқпақбаев шығармаларын жаппай оқуға ұсынылды. Сонымен қатар биыл Соқпақбаевтың 100 жылдығы ЮНЕСКО-ның атаулы күндер күнтізбесіне енгізілді. Көрнекті қазақ жазушысы, балалар әдебиетінің классигі Бердібек Ыдырысұлы Соқпақбаев 1924 жылы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Шығармашылық жолын балаларға арнап өлең жазудан бастаған. Лениншіл жаз, Қазақ пионері, пионер журналдарында басылып тұрды. Жұлдыз, Балдырған журналдарында қызмет атқарды. 1952-70 жылдары Қазақстан жазушылар одағының түрлі қызметін істеді. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында редактор болып жұмыс істеді. Қазақ кино өнерінің алтын қорынан енген «Менің атым Қожа» фильміне арнайы сценарий жазылды. 1963 жылы экранға шыққан бұл туынды қазақ кино өнерінің бойтұмарына айналды. 1967 жылы балалар мен жасөспірімдерге арналған фильмдердің Кан қаласында өткен халықаралық фестивалінде «Менің атым Қожа» фильмі арнаулы жүлдеге ие болды. Фильмнің шыққанына жарты ғасырдан асса да өз көрерменін жалықтырған емес. «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа саяхат» повестері балаларға арналып жазылса, «Бозтөбеде бір қыз бар» жасөспірімдерге арналып жазылған. «Өлгендер қайтып келмейді» атты романы ересектерге арналып жазылған шығармалардың бірі. Жазушының шығармалары 16 жасар чемпион, Бақыт жолы, «Менің атым Қожа», «Бозтөбеде бір қыз бар», «Балалық шаққа саяхат», «Аяжан», «Қайдасың Гауһар» сынды тағы да басқа шығармалары жарық көрді. Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларын жақынырақ танысқыларыңыз келсе, Абай қаласының орталық балалар кітапханасына келіп оқуларыңызға болады. Келіңіздер.